Лифттердің системасы өте керемет ойластырылған. Қараңыздар, мына жерде қанша лифт бар? 1, 2, 3, 4, 8 лифт бар, иә? 4, 5, 6, 7. Иә, мына жерде 8 лифт бар. Әрқайсысын кіріп күтіп тұрмайсыз. Просто мысалға сізге 18 этаж керек делік. 18-де бізде буфет. Мысалға Е деп шығады. Е деген лифтке барып тұрасыз. Сол лифт сізді сол этажға апарады. Әр этажда әрбір жерде осындай таблолар бар. Бұл жерде схема, яғни біз қай жерде тұрмыз, соны көріп өзіңіздің каютаңызды тауып аласыз. Мысалға біздікі 16:068, біз қазір мына қызыл нүкте тұрған жердеміз. Және әрбір этажның өзінің атауы бар, және ол әрбір қалаға байланысты атаған. Мысалы біздікі Бёрн қалады. Кейбір этаж Лондон деп тұрады, кейбір этаж Лиссабон деп тұрады. Әртүрлі міне жазылып тұр. 21-де яхт клуб, 20-да спортивный комплекс деген сияқты. Қазір. Мына 19-да буфет, 18-де буфет бар. Осылай түнгі 2-ге дейін мына қағазды іліп қою керек. Сонда таңертең сіздерге завтрак әкеліп береді. 8 пен 8:15 арасында алып келу керек. Мынандай нәрселерді таңдадық, енді ертең көреміз қалай болады екен. Буфетке келдік. Буфетте міне жемістердің зонасы бар. Туралған жемістер, бүтін жемістер. Қараңыздар. Йогурт алуға болады. Ананас екен бүгін. Жолдасым ең жақсы көретін тәттісі осылай жеміс-жидектер және де йогурт. Мына жерде мына суп және де паста деп жазылып тұр. Және де мына жерде мысалға өзіңізге ұнайтын салат жасап алсаңыз болады. Салаттың сондай құрамдас бөліктері. Мына жерде қараңыздар, пармезан, неше түрлі паста, күнде әртүрлі паста, гарнирлер бар, күріш бар. Мына жерден платно картаңызбен вино, немесе пиво, неше түрлі ішімдіктер, алкоголь алсаңыз болады. Мына жерде не бар бізде? Мынандай жазулар болады. Соны оқып, не нәрсе екенін түсініп аласыз. Неше түрлі тілдерде жазылған. Мысалға, мынау не деп тұр? Tex-Mex style pork. Pork деген, кстати, это свинина. Pork деген сөз болса алмаңыздар. Мына жерден цезарь салатын өзіңіз дайындап алсаңыз болады. Немесе дайын күйінде осылай болып тұрады. Өте дәмді. Менің ең сүйікті салатым. Мына жерде қараңыздар, холодный закуски и сыр дейді. Сырдың неше түрі, осындай колбасалардың неше түрі тұрады. Даже вот мына жерде бүгін blue cheese бар. Сыр с плесенью бар бізде бүгін. Өте керемет. Нанның түрі бар, как всегда май. Осы жерден прибор, тарелка алып, өзіңізге ұнаған нәрсені салып ала бересіз. Қараңыздар, салатында түрі бар. Неше түрлі салат. Мына салат макароны бар. Паста салат дейді. Интересно. Мынау, например, country salad. Мына жерде бізде тәттілер. Мен енді тәттілерді жақсы көремін. Маған әсіресе мынау ұнады. Мынау клубничная панакотта. Классно, смотрите, шоколадный түрі бар. Әркім өзіне ұнайтын тәттісін табады. Қараңыздар, мынау моцарелла. Енді бұл итальяндық көзіне линия болғандықтан осындай моцарелла бар, неше түрлі мынандай сырлар бар. Қараңыздар. Классно. Керемет. Осындай сэндвичтер жасап алуға болады. Қараңыздар, өзіңізге ұнаған сэндвичтен сыр, колбасалармен, осындай наполнениемен жасап дайындап алсаңыз болады. Супер. Қараңыздар, мына жерде даже песто соусы бар. Қай уақытта дайындалғанына дейін жазылып тұрады. Және де мына жерде томатный соус бар. Смотрите, но порк лэг, порк деген алмаңыздар. Это свинина, нога, значит. Курица, кстати, очень вкусная. И вот эта картошка тоже очень вкусная.
таңертең, тек қана таңертең сок алуға болады. Обед және ужин кезінде сок болмайды, соктың түр түрі болады. Қараңыздар, мына жерде бізде холодный молоко, горячее молоко, чайдың түр түрі, кофе бар. Және де су алуға болады, мұзбен, мұзсыз. Керемет. Бұл буфет барлық круизда жүрген адамдарға тегін, және де осындай видпен ас ішесіздер. Обед уақытында мына жерде орын табу қиын. Қазір шамамен сағат 3 орындар бар. Негізі буфеттеріндегі тамақтар өте дәмді, және де әрдайым ыстық. Буфет, қателеспесем, таңғы 6:30-нан түнгі 2-ге дейін жұмыс жасайды. Обед уақыты 1-ден 5-ге дейін, таңғы ас уақыты 11-ге дейін. Мына буфеттегі ужинның уақыты осы немесе 6:30-нан түнгі 10-ға дейін екен. Таңғы 8 бізге таңғы ас алып келді. Прям номерге. Қараңыздар, мұнда ыстық сүт бар, сок, йогурт, круассан, дэниш, даже маффин, тостерный хлеб, барлығы 3 деді. Мен 3 персон деп таңдадым. Мынау деген енді керемет. Кейбір номерлер, мысалға, вообще без балкона, терезесіз, сондай номерлер бар. Жай ғана тереземен номерлер бар, және де балконмен номерлер бар. Біздің номер балконмен, және де одан да керемет номерлер бар. Оны сюита деп айтады. Ол номерлер кәдімгідей үлкен, сондай королевский, қымбат номерлер болып есептеледі. Егер сіз спортпен шұғылданғыңыз келсе, сол жерге барып айтасыз, осындай наклейка жабыстырып береді. MSC Gym деп тұрады. Бұл жерде сол здоровый образ жизни, осындай спортпен шұғылданатын адамдарға арналған, және де бұл таңғы 6 мен 10 аралығында жұмыс істейді екен, және де бұл бесплатно. Сайклинг бар екен, осындай беговая дорожкалар бар. Біз қазір 8-ші этаждамыз. 8-ші этажда бізде спа бар. Спалары енді бағалары қымбатырақ. Бірақ егер хотите, если бюджет позволяет, то, в принципе, можете воспользоваться. Осындай активностьтер болып тұрады. Бүгін осындай семейный круиз болады екен. Қазір қатысып көреміз. Біз 16-ші этаждан осындай көрініс болады. Біздің каютамыз 16-ші этажда. Қараңыздар, кейбір номерлер осылай променадқа қарап тұрады. Мына жерді променад деп атайды. Ал кейбір каюталар теңізге қарап тұрады. Мына жер променад деп аталады. Жан-жағында осындай бутиктер, ресторан, барлар. Корабльдей емес, үлкен бір дырцада жүргендей сезім болады. Қараңыздар, барлығы шоколад. Мына фигура шоколадтан жасалған. Мыналардың барлығы шоколадтан жасалған. Мына кеме тоже шоколадтан жасалған. Мысалға, бағасын қарайық. Бұл сувенир. Қанша тұрады екен? Мінеке, 22 евро. 11.000 теңге шамасында, 11.500. Сондай. Неше түрлі формадағы тәттілер. Именно шоколадтан жасалған. Мына жерде бізде shopping gallery. Бұл жерде очки, парфюмерия, тағы не бар, сумкалар бар. Шоппингті жақсы көрсеңіз, осы жер сізге ұнайды. Және күнде акциялар болады. Мысалға бүгін біреуін алсаңыз 39 евро, екеуін алсаңыз 65 евро. Сағаттар сатып жатыр екен бүгін. Очкилер сатады. Жалпы бағалары жақсы сияқты. Сағымда очки Прада 400 евро. 200.000 теңге тұрады. Еще скидкасы бар,
біреуін алса 20% скидка, екеуін алса 50% скидка. Барлық негізгі брендтер бар. Және бағалары өте жақсы. Және әрдайым осындай скидкалар болып жатады. Екеуін алсаңыз 15%, үшеуін алсаңыз 20% деген сияқты. Мына бутикте киім сатады, тоже брендовый киімдерді сатады. Қараңыздар. Мына лестницада барлығы фотоға түседі. Мына люстра неден жасалған? Из кристаллов Сваровский. Мына жер ресепшн. Кез келген сұрағыңызды осы жерде қойсаңыз болады. Бізде 7-ші этажда осындай ресторандар бар. Мына жерде японский ресторан. Тут подают суши. Қараңыздар. Каито деп аталады. Қарама-қарсы бөлігінде мексиканский ресторан. Оля деп тұр. Мына жерде де бір ресторан бар. Butcher's Cut деп аталады. Бұл жерде стейки подают. Мына қараңыздар. Бұл ресторандардың бәрі платный. Шамамен 4 ресторан бар. Осындай платный ресторандар. Мына жерде көзіңіздің қарашығын фотоға түсіріп, сіздерге семейный портрет жасап бере алады. Біз қазір 6-ші этаждамыз. 6-ші этажда бізде ресторандар орналасқан. Мынау пицца және де бургер деген ресторан. Буфет пен рестораннан бөлек тегін осындай заведение бар. Мына жерде неше түрлі пиццаның түр-түрі, пицца с рыбой, пицца 4 сыра, және де әр күні әртүрлі пиццалар болады. Қараңыздар. Және де әр жағында бургерлар бар. Және де тәттілер де бар. Біз бесплатный ресторанға келіп жатырмыз. Бізде 9:45-те осы Hexagon деп аталатын ресторан. Мұнда Hexagon деген ресторан. Қазір өзіміздің орнымызға барып отырамыз. Ресторандағы тағамдар әрине ерекше, дәмді, сондықтан күнделікті ресторанға келуге кеңес береміз. Бесплатный ресторан осылай карточкада, круизный картада жазылып тұрады. Ресторанның аты, уақытыңыз және де столиктің нөмірі. Әрдайым осы столикке келіп отыруыңыз қажет. Күнделікті осындай менюді телефоннан сканировать етіп, мына QR-кодты сканировать етіп, заказ бересіздер, меню күн сайын ауысып отырады. Мынау мысалға детское меню. Және де мына жерде wine меню деп тұр, beverage packages. Beverage деген напитки, то есть меню напитков. Здесь напитки платные. Біз мысалға өзіміз неден су құйып алып келеміз бутылкаға. Және мына жерден мысалға су заказ бермейміз. Жарты қапыстан бөліп бересіп тұр. Мына жем өзі бұдады. Енді негізгі тамағымыз келді. Марат дождался мяса. Ет келді, ет. У него стейк рибай на гриле. У меня баранья нога с ароматными травами. У балаусы митболсы. Қалай рестораннан жатыр ма? Еті бар тамақ. Правда, Еті бар болса оңайды, еті бар жоқ болса оңай қалады. Правда, брокколи қосып беріпті жанына. Менде утка в апельсиновом соусе. Қазір дәмін көреміз. Любители мороженого. Әркім өзінің мороженое жесін. Әркім өзінің өз жесін. Не құлы? Менде торт Аляска с прослойкой из мороженого. Тоже. И карамелизированная меренга деп жазылып тұрған. Сейчас меренгасын көрейік. Карамелизированная меренга. Классно, аспалсын.
балалар ойнайтын осындай games arcade деген бар, ішінде неше түрлі ойын автоматтары. Бұлардың барлығы платно, және де Луна парк деген парк бар. Мына жерде круизная картаға активация жасауға болады. Ішіне карта арқылы ақша салсаңыз болады, немесе наличный ақша салсаңыз болады. Негізі біз круизная картаны активировать еткен жоқпыз. Бірақ сіздер мысалға круизная карта арқылы напитки, коктейли алғыңыз келсе, міндетті түрде активация жасау керек. Біз барлардан ешқандай алкоголь, ешнәрсе алған жоқпыз. Сондықтан бізге қажеттігі болмады. Қараңыздар, мына жерде платный ресторандардың бағалары жазылған. Мысалға, 2 ресторанға барғыңыз келсе, онда 62 евро әрбір адамға. Мына жерде 3 ресторан алсаңыз 125 евро әрбір адамға. Және 4 ресторанның барлығына барғыңыз келсе, міне жазылып тұр, қандай ресторандар екені, 150 евро әрбір адамға. Корабльде үтік жоқ. Сіз киімді өзіңіз жуып алсаңыз да үтік жоқ. Үтікті алып кіруге де рұқсат жоқ. Сондықтан олар өздері киімдеріңізді жуып үтіктеп беретін қызметтерін ұсынады. Бірақ ол әрине ақылы. Біз бұл қызмет түрін қолданған жоқпыз. Өзіміз жуып, мына балконға жайып, кептіріп отырдық. Мысалға не бар бізде? Мысалға сізде пиджак бар. Пиджакты қайда? Wash and iron дейді. Мысалы 6-90 евро. 3500 теңге шамамен. Қазіргі курс бойынша, қазір бізде курс 501 сондай евро. Мысалға сізде футболка, үтіктеу және де жуу 3 евро. 1500 жуу және де үтіктеу 1500 теңге екен. Егер сіз баламен келсеңіз, онда осындай программалар береді. Қараңыздар, Baby Club 3 жасқа дейін, Mini Club 3-6 аралығы, Junior Club 7-11 аралығы, және де для тинейджеров, мына жерде 12-14 Young Club, және де Teen Club 15-17 аралығы. Оларда өздерінде активностьтар болады, өздерінің ойнайтын жерлері болады. Мына ашылатын уақыттар жазылып тұр. Қараңыздар, Top Kids Activities дейді, Lego, жаңағы арт, movie time. Біз бұлардың көбісіне барған жоқпыз, өйткені біз қалада жүрдік. Ал на море болған кезде біз мына аквапаркке бардық. Что касается интернета на борту, қараңыздар, MSC-дің интернеті бар, бірақ ол осы на борту ғана жұмыс істейді. Яғни сіз қалаға шыққанда бұл интернет істемейді. Яғни интернет работает только на корабле, на судне. Ал сіз мысалға қаладан симка сатып алсаңыз, немесе роуминг қоссаңыз, ол қалада ғана істейді. Яғни на море ваш интернет роуминг не будет работать. Біз қалай істедік? Біз роуминг қосып алдық Теле2-дан. В принципе, карталарды, WhatsApp-ты барлығын жақсы ашып отырды. Интернет бізде істеді. Теле2 ұстады. Вот, тағы не айтайын деп едім. Біз қалада бесплатный кафелердің Wi-Fi-ларын қолдандық, және де порттарда, кейбір порттарда Wi-Fi болды, сол бесплатный Wi-Fi-ды қолдандық. Қараңыздар. Мына жерде, егер вы хотите на борту интернет, то бір устройствоға 10-99 евро. Это получается бір күнге бір устройствоға. Сіз барлық 7 күнге қосуыңыз керек. Самый, то есть минимальный пакет на жерде 11 евро. 11 евро деген 5500 теңге, 5500, получается, бір ғана устройствоға сіз барлық 7 күнге қосуыңыз керек. Самый минимальный баға. Browse and Stream деген пакет, ол, то есть сіз прямой эфирға шыққыңыз келсе, то есть более быстрый интернет. Бұл 16 евро, яғни күніне бір күнге бір устройствоға 8000 теңге шамасында. Оны 2 устройство қоссаңыз болады, 3-4 устройствоға дейін қоссаңыз болады. Мына жерде мынандай пакет бар екен. Бір ғана күнге, яғни 24 сағатқа қосуға болатын бар екен, қараңыздар. 20 евро 10 000 теңге и 30 евро 15 000 теңге. Біз бүгін Барселонадамыз. Соңғы күні түнде, яғни бір күн бұрын сіз чемодандарды жинап, өте қажет деген заттарыңызды ручная кладьқа алып қаласыз.
ал қалған заттардың барлығын чемоданға жинап түнгі 12-де, шамамен түнгі 12-лерде есіктің алдына шығарып қоюыңыз қажет. Оған өздерінің жабыстыратын наклейкасын жабыстырып қоясыз. Сіз яғни чемоданды өзіңіз тасып жүрмейсіз, бірден терминалдан алатын боласыз. Және де сол наклейка болады, мынадай наклейка. Наклейканы осы круизный картаның әрбіріне жабыстыру керек. Менің ойымша, осы наклейканы жабыстырғаннан кейін бұл карталар есікті ашпай жұмыс істемей қалады. Сондай шығар. Біздің 15 мен 22 аралығы, бүгін 22-сі. Қоштасқымыз келмейді. Барлығы өте керемет, жоғары дәрежеде болды. Алла берса, тағы да келуге ниетіміз бар. Қараңыздар, коляска алып келуге болады. Бастысы самолетта өткізсе болды коляскаңызды. Мына лайнердің ішінде кішкентай баламен келетін болсаңыз, коляскамен жүруге болады. Тіпті инвалидный коляскамен жүрген көптеген адамдарды көрдік. Біз Барселонадан шықтық. Қазір багажымызды тауып алуымыз керек. Круизден шыққанда осылай багажды күтіп тұрасыздар. Жақсы демалыс болды. Үлкен рахмет, MC. Көріскенше.